Бүгінгі сабақта біз қарыз психологиясы деген ұғым, мүмкін сәл де болсын психологияны қосармыз, иә. Бұл жерде мен айтқым келетіні, адамдар не үшін қарыз алады, не үшін қарызға батып жатады, бұл ойлаймын бірінші кезекте жауапкершілік деген, орысша айтқанда ответственность, иә. Сол нәрсені адам көп жағдайда мойнына ала бергісі келеді. Егер де сол нәрсені жауапкершілік деген, қарызды төлеу алдындағы жауапкершілік, оны қайтарамын, оның қайтарымы бар, оның қайтару уақыты бар деген жауапкершілікпен қарайтын болсаңыз, біз өткен сабақтарда айттық, ниетің қандай, татқаның сондай дедік. Сол нәрсеге сен ниеттенетін болсаң, қарызды қайтарып тастайын деп, ол міндетті түрде сен оған жетесің. Әрине, адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін біз жылтырақ өмірге қызығып жатамыз, иә. Ананы алғымыз келеді, мынаны алғымыз келеді. Одан қалса қазір интернет бәле болды. Әйелдеріміз шуба алғысы келіп отырады, түрлі блогерлардың видеосын көріп алып, немесе қымбат гүл, олар контент үшін жасайды ғой, негізі бір жерден арендаға алады, мысалға, бір жерден сұрап алады, ана бір көлікті айтады, тест-драйвтан мен өткізейін, қосымша саған отметка жасаймын, реклама жасаймын, бірақ өзім машинам сияқты айта берейінші деп сондай болып кетті. Мен үнемі айтамын, Инстаграмдағы блогерлардың болмаса жұлдыздардың өміріне қызыға бермеңіз. Әр адамның өзінің бір проблемасы бар. Әр адамның өзіндік бір қиыншылықтары, қиын сәттері бар. Ол сіздің экранға бет жылтырап жүргенімен барлығы жақсы емес сіз қалағандай. Сондықтан да әр адам өз өмірінің, қалай айтсам екен, мүмкін өз өмірінің сыншысы, мүмкін ұстазы, әркім өз өмірімен өмір сүру керек деп айтқым келеді. Біреудің өмірімен емес. Біреудің өміріне қызықпаңыздар. Сол сияқты осындай қарызға да пайда болу себептері сондай ғой. Сосын жылтыраған жарнама. Мына жақтан жылтырап блогерлар шығып жатады, мына жақтан жылтырап 12 айға бөліп төлеу, 24 айға көшті, әйеліне сыйлық бер, немесе күйеуіне сыйлық жаса деп. Мен соған басым кетеді, баса бересің, ала бересің. Біз есептемейміз ғой. Бізге оны тегін беріп жатқан сияқты болады. Мен айтамын, қарапайым тілде, бөліп төлеу. Болды. Осыны жаттап алыңыздар. Бөліп төлеудің арты өліп төлеу болып кеткен деп қарастыру керек шығар. Я, мен келсем, бағана өткен сабақтарда айтылды, қарыз алу ол сіздің кәсібіңізді өркендетем, өзіңізге сол жауапкершілік артып тұрса, сенімді болып тұрсаңыз өзіңізге, алыңыз. Ода тұрған ештеңе жоқ. Керісінше, сол қарыз алған адам кейде болады психологиялық тұрғыда. Көбірек жұмыс істегісі келіп, өйткені бойыңызда жауапкершілік артатын болса. Бойыңызда жаңа айтқан жауапкершілік артқан кезде ғана сіз көбірек жұмыс істейсіз, көбірек ақша табасыз. Ананың қарызымен қайтаруым керек. Кредитті ай сайын үнемдемей, мысалы 7-сіне дейін төлеу керекпін бір кредит, бір ипотеканы, екінші ипотеканы 25-сіне дейін төлеу керекпін деген сондай немен қойсаңыз, сіз қосымша күш алуыңыз мүмкін. Ал егер де сіздің бойыңызда бірінші кезектегі жауапкершілік кетіп қалады, сіз немқұрайлы қарайсыз, орысша айтқанда пофигистично, немқұрайлы қарасаңыз, сіздің бойыңыздан да энергия кетеді. Жұмыс істеуге де желанияңыз болмайды. Сосын жүресіз. Анам қарызы жақындады, қарызын бере алмай жүрмін, не істеймін, анау жаман, мынау жаман, қоғам жаман, мысалға, көршін жаман, досын жаман, әйелім, күйеуім жаман, бәрі бүкіл айнала жаман болып кете салады саған. Сондықтан да бірінші кезекте жауапкершілік, одан кейін мен осыны қарызын қайтарам дейтін ниет, сізде нақты мақсат болу керек, ол болмаса жаңағындай ол келе береді айналып. Одан кейін тағы да бір қарыздың бір жаман нәрсесін айтайын ба? Сіздің энергияңызды былай алса, сіз кімнен қарыз алдыңыз, сол адамның да аурасы өтеді сізге. Неге? Олар сұрайды ғой сенен. Мырқымбай, мен ақшам қайда? Мырқымбай, қашан маған ақша бересің? Мырқымбай, берші маған, қайтаршы өзіме, керек болып жатыр дейді. Ол Мырқымбай саған жаңағы, ол адам өзінің проблемасын айтады. Сіз сөйтесіз де өзіңіздің қарызын төлей алмай жүрсіз, Мырқымбай болып, Сіз келесіз ана қарыз қайтару керек адамның проблемасын қосымша тыңдайсыз. Сіз сөйтесіз де өзіңізге сондай бүкіл негативті аура, негативті энергия жинай бересіз. Негативті аура, энергияны жиналған адамда бәрібір де
жұмыс істеуге деген желаниясы болмайды. Осыны ескеріңіздер сіздер. Бастысы осы. А сізде неден басталады? Сол бағанағы қарыз шұңқырынан басталады. Шұңқырға кіре бердіңіз. Соңында ана шұңқырға бағана мысал келтіргенде, 5 метр шұңқырға кірген жақсы ма, 2 метр шұңқыр жақсы ма, әлде 12 метрлік шұңқыр жақсы ма? Қай шұңқырдан адам тез шығады? Әрине 2 метрлік шұңқырдан тезірек шығады, секіріп кетсе. 5 метр, 12 метрге қарағанда. 20 метр шұңқырда адам өліп кетуі мүмкін, иә? Сондықтан әрине осындай бір психологияны айтқым келеді. Енді жаңа айтқандай күйзеліс сол жерде, иә? Одан кейін не деп күйзелістің енді орысшасы депрессияға, стресс сонымен жүреді. Тіпті сол қарызға кіріп, әсіресе бізде қоғамда бір лудомания деген бар. Өзі көп өтірік айтады ондай адамдар. Ондай адамдар достарының арасында герой болып жүреді. Ондай адамдар бір бизнес бастағысы келіп, немесе бір андай болады ғой, жолы болмай қалған бизнесменнің рөлінде жүреді. Содан кейін бір өтірікке қосып, сапырып, әйтеуір сол амалдан сол кезде шықса болды, маған бір 5 мың теңге, 10 мың теңге берсе болды деп қарыз ала береді ондай адамдар. А ол 5 мың, 10 мың теңгені алады да, ары қарай ойынға салады. Микрокредит алады. Қаншама үстінен переплаталар өсіп, шоттар арестке түсетін азаматтарымыз өте көп. Сіз бір нәрсені түсіну керексіз. Бұндай лудоманияда ұтатын бір адам. Ол кім? Букмекердің бастығы ғана ұтады. Болды. Қалған адамдар ұтылады. Осыны ескеру керекпіз. Бұның бәрінде суицидке кетіп жатқан адамдар өте көп. Енді әрине қарыз алуды өзіңіз білесіз ғой, аласыз ба, алмайсыз ба. Бірақ енді ақыр алғаннан кейін оны төлеуге, оны тоқтатудың жолдарына өтуіңіз керек. Мысалға, бағанағы айтқандай қарызды міндетті түрде қайтарам деген жауапкершілік болу керек өзіңізде. Одан кейін ар-намысты сақтаңыз деп те қосып қойдық. Бұл жерде енді мен қарыз екенмін, немесе қарызымды бере алмай жүрмін деп ол адамға кейде болады. Оны көріп те жүрміз, қылмыс әрекеттер жасалып жатады, ұрып соғып кетеді, немесе ананы қорқытып жатады, немесе керісінше қарыздан құтылуым керек деп жеңіл жүріске кетіп қалатын азаматтарымыз бар, жеңіл ақша тапқысы келетін азаматтарымыз бар. Сондықтан ұят, ар-намыс, адамдық деген принциптер жоғары тұру керек деп есептеймін өзімді. Ал енді қарыз алмай, мынандай ғой, қарыздың үстінен қарыз ала бермеу керек те, осыны ескеру керек. Қарыз алсаңыз, бағанағы айтқанда өз-өзіңізге ор қазып жатырсыз. Ал мынау айттық қой, лудомандар әсіресе көп сондай қарыз алып, қарызды жауып жүреді. Ал ондай проблемаға ұшырадыңыз ба, ашық сөйлесуден, ашық диалогтан қорқудың қажеті жоқ. Менде бар, мысалы әйелдерде бар, маған жазады, күйеуім айтпай бірдеңе алып қойды, мен бүгін бір нәрсе бүлдірдім Дәулет мырза деп хат жазады. Сонымен жазамын, не бүлдірдіңіз десем, мен күйеуіме айтпай, машинам, көлігі бар, көлігімнің жаңағы несін сырып алады, ол күйеуіне айтпайды. Одан кейін күйеуі ашуланады оған естігеннен кейін, көрдіңіз, сөйтіп үйде отбасыда айқай басталады. Ол сол екі ортада ол әйел алады ана машинаның қираған, бұзылған жерін күйеуім айтпайым деп кредитке ақша алады, мысалға, көрдіңіз ба? Сосын күйеуі ренжиді, сен неге маған бірінші кезекте айтпайсың, неге сен кредит аласың деп. Ондай мысалдар өте көп. Немесе тура сол секілді әйелі мен күйеуінің арасында, яғни әйел емес, күйеуі сөйтіп кредит алып, сондай жағдайлар өте көп. Сосын ұрыс керіс басталады. Немесе мен анаған шуба алып қойыппын деген ондай да бір кейстер бар мысалға. Не дәлгі? Күшті рассрочка болып жатты, енді әйелдер қысығып жатады ғой, сондай бір жылтыраған нәрселер. Алтын алдым дейтін, содан үйде ұрыс басталады. Бірақ түсінбейтін адам жоқ қой, міндетті түрде түсіндіріңіз. Сондай қарызға батып кетсеңіз айтыңыз. Ол айтпағаннан не істейсіз? Ішіңізден тына бересіз. Ішіңізден тына бергеннен сіздің бүкіл анау қарыз несі, проблема, бүкіл энергияңыз алып қояды да, ешқандай еңбек өнімділігі болмайды. Еңбек өнімділігі жоқ, значит ақша да жоқ. Көрдіңіз бе? Кейбір адамдар бар ғой, осы бар ғой, сөйлесесің. Айына 10 миллион қарызым бар деп жүреді ғой.
бақытты, жұмысын бәрін істеп жатыр, кәсібін де істеп жатыр, бірақ ай сайын төлейтін 10 миллион, өйткені ол кісінің жауапкершілігі өзінде жоғары тұр да. Мен оны төлеймін. Ол сол төлеу жолында Құдайдан күш сұрайды, энергия сұрайды, жолын ашық болғанын сұрайды, соған сәйкес ол өзі құтылып тастайды. 10 миллион түгіл 10 мың теңге алып 10 күнге созып жүретін адамдар болады. Бере алмаймын, не істейсің алмаған деп өзіне әңгіме айтады. Мысалы, менде де болады, қарызға адамға ақша беремін, бірақ өз қарызымды өзім сұрауға ұялып отырамын. Тіпті кейбір таныстарым жазып жібереді, менің ақшама қарап қалмаған шығарсың осы деп. Өйтуге болмайды. Мәселе осыда. Ол сен бір қарыз неттің ба, тағы да қарыз алудың жолын Құдай саған аша береді, саған керек бұл нәрсе жоқ. Керісінше, ниеттену керексің, мен бұны тезірек қайтарамын. Тезірек десең, Құдай да саған сенің жолыңды аша береді. Мына пендем қарыздан тезірек құтылғысы келіп тұр ғой дейді. Сол нәрсеге алып келеді. Енді қарыз деп негативті ойлау беруге болмайды, мына жерде жазылған ғой. Қарыздардың өсуін тоқтату, қарызды мүмкіндіктерге айналдырыңыз деп. Қытайларда бар ғой, кризис дейді, дағдарыс. Дағдарыс ол мүмкіндік деп қарайды, қытайлар кризисті. Тура сол секілді енді қарызда ол мүмкіндік шығар. Ол мүмкіндік, ол өмірлік сабақ бірінші кезекте сізге. Үлкен опыт. Кейін түсінесіз, қарыздан құтылғаннан кейін түсінесіз, ол адам қарыздан құтылмай, одан түсінбейді, ол ойлайды, деп мысалға. Бірақ қарыздан құтылғаннан кейін ол сізге үлкен сабақ болады. Келесіде қарыз алмау керек екен, келесіде мынандай қателік жасамау керек екен ғой, келесіде мынаны бүйтпеу керек еді ғой, немесе келесіде сол банктен ана банкке жоламау керек екен, оңбаған екен ғой, мынаны договорлар сұмдық екен ғой, или оқу керек екен ғой, немесе заңгерден кеңес алуым керек еді ғой деген сияқты пікірлер болады, сондықтан ол да бір мүмкіндік. Сосын эмоция бізде бағанада айтты да, бөліп төлеу, жарнама 24 сағат, күшті жылтырақ нәрсе, жылтырақ блогерлардың өмірі, әншілердің өмірі күшті болып, сол сияқты бір брендовый бір нәрсе алғың келеді, трендтен қалғың келмейді деген сияқты. Бірақ менің немде оның барлығы бір далбаса эмоциялар. Ол эмоцияңызды сіз басқара алмасаңыз, соның барлығы сізге қарыз алып келеді. Көрмейсіздер ме? Ол эмоциямен күйіп кетуге де болады. Орысша айтқанда выгорание дейді, мысалға. Ала салайын, немесе бере салайын, бүйте салайын деген сияқты. Сондықтан осы эмоцияны да басқара білу керек. Анау бар ғой, мынау көптеген адамдар тұтыну, жаңағы эмоциялық қанағаттану көзі болып табылады. Bir нәрсені алу мысалға болады. Менің мысалымды айтайыншы, әйелім жай ештен алмаса да, мега сауда үйіне барып, басқа сауда үйіне барады да, бақытты болып келеді. Ананың бағасы андай екен, мынаның бағасы мындай екен. Ол әйелдер сондай эмоционалды болады көп жағдайда. Алмасаң неге барасың? Бостан бос уақытын. Жай көріп келдім, сол не деген сияқты. Ол көп ол 80% әйелдер сондай эмоцияға беріледі. Бірақ сол эмоцияны басқарып, жаңағындай импульсивті шығындарға алып келмейтін жолдарын қарастыру керек мысалға. Ал егерде сол импульсивті шығындарға қандай эмоциялар әсер етеді десек, жалғыздық, одан кейін стресс пен алаңдаушылық, статусқа ұмтылу, біреуге жаңа айтқанда, біреуге еліктеу, анау сол танымал адам тақты екен, мен де оны тағайын деген сияқты. Жоқ, қайталап айтамын, сіздің өміріңіз тек қана ол сіздікі. Өз өміріңізді гүл қыласыз ба, күлетесіз, күл қылдырасыз ба, ол сіздің қолыңызда. Ал бірақ импульсивті шығындарға бір эмоцияға беріп, болмаса біреуге ашуланып, көрсетемін мен саған ақшаны деген сияқты өйтіп қажеті жоқ. Барлығы мимен, санамен сарапталу керек деп өзім есептеймін. Ал енді соның ішінде эмоцияларды қалай басқаруға болады? Әрине, ол сіздің біліміңіз, қаржылық сауаттылығыңыз. Бұл тауар маған керек па, керек емес па? Оның құндылығы қандай? Оны мен алсам, маған не пайда әкеледі деген сұрақ қоюыңыз керек пе өзіңізге мысалға? Қаржылық жоспар құру керексіз. Ай сайын шығыным қанша, кірісім қанша? Анау қазақта сөз бар ғой, көтере алмайтын шоқпарды беліне байлама дейді. Соны сіз төлей алмайсыз ба? Осыға бір сол нәрсеге еліктеп, оны алып, оны бір уақытша
ғана пайдаланып не әлгі бір сізге пайда әкелмейтін болса керек те емес ол нәрсені. Сондықтан осы нәрсені ескеріңіздер. Ал эмоцияларды қалай басқаруға болады? Бақылау, өзін-өзі, одан кейін өз-өзіне сұрақ қою. Бұл шынымен маған қаншалықты керек? Бұны мен алған кезде не проблемамды шеше аламын? Не пайда әкелді маған? Деген секілді сұрақтарды жиі қою керексіздер. Есептелу керек. Есеп. Мынандай блокнот бар ғой, жазыңыздар, ұялмаңыздар, соткаға жазыңыздар мысалға. Эмоция мен шешімдерді ажырата білуіміз керек. Эмоция деген жаңағы күйіп пісіп алу, ал шешім деген нақты санап, мен бір кісілер жазды маған, әлі де жазады. Айлығым 120 мың, төлейтін кредитім 140 мың дейді мысалы. Айтам, 20 мың қайдан алып жатсың? Білмеймін, 20 мыңды әйтеуір бірдеңе қылдырып аламыз, табамыз дейді. Мысалға. Не үшін ала бердіңіз? Білмеймін, ана бөліп ала беріппіз ғой әйтеуір дейді мысалы. Көрдіңіз бе? Сондықтан ол да бір эмоцияның бір түрі шығар. Десе де саналы түрде. Барлық нәрсе саналы түрде болса, ол да бір оң нәтижеге, оң сапаға алып келеді. Ал егер де сіз сол эмоцияға ерік берсеңіз, артында күйіп кетуіңіз мүмкін. Сондықтан саудамыз барлығы сәтті болсын, әрекетте берекет.